мектепте бір бала қаламсаппен отырып, алдындағы отырған балаға Иә, артына резонанс иә, сондай жаңалық. сол кезде осы жұмысты зерттеген кезде үйіндегі 5 бала болады. 5 баланың үшеуінің суретін көрсек, ол жерде күшті прям суреттері. Цветной бәрі болды. Ал соңғы сурет, 2 баланыкі қап-қара болды. Әкесінің айғайлап тұрғаны, қолы ұзын деген, ол значит папасының, әкесінің күші көп үйде деген сөз. Ауызы қап-қараңғы үлкен болып тұрған, ол енді значит боғауыз сөз айтады, айғайлайды, ұрады, соның бәрі есептелінген. Сол кезде біз психолог ретінде, адвокат ретінде, заңгер ретінде, медиатор ретінде соның бәрін көрген кезде айтқанбыз. Бәрін біздің қоғамның несі мектеп виноват деді, кінәлі деді. Біз бұл жерде мектепті қорғап алдық. Бір жағынан бұл мектептікі емес, бірақ үйде болған зорлық-зомбылықты күнделікті көріп отырған, сол баланың психикасына эмоционалды да және де психологиялық өте қатты зақымданған.